Сәлем достар, микрофонда мен Ильяс Байсейіт, бұл информатикаға каналы. Бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз CSS-ның шекара қасиеттері. Ең бірінші қасиет ол бізде бордер қасиеті. Бордердің ішінде негізі бірнеше параметрлер бар. Бұл жерде бірінші бордер топ, ол жоғарғы шекара, бордер right оң жақ шекара, бордер bottom ол төменгі шекара, и бордер left ол сол жақ шекара болады. Біз солардың әрқайсысына бөлек, мысалға border left style деп әрқайсысына берсек болады. Ал олай бергіміз келмесе, просто бордер деп бере салсақ болды. Бордер стайлдардың, яғни жақтаулардың түрлері ол бізде OBT үшін төртеу берілген. Одан бөлек негізі hidden, groove, grief деген сияқты түрлері бар негізі. Outset, inset па сондай түрлері бар негізі. Но, в принципе, бізге осы төртеуін өзі жеткілікті OBT үшін. Бірінші solid, ол solid дегеніміз, яғни только сызықпен, тұтас сызықпен кетеді. Яғни обычно көріп жүрген, например, қазір көріп тұрғанымыз, негізі мынау кестенің өзінің сызығы solid болып тұр. Одан кейінгісі dashed бар. Dashed ол бізде нүктелі сызықпен дейді. Неге кәдімгі обычный сызық, тере-тере сызықпен кетеді. Dotted дегеніміз ол нүкте арқылы кетеді. Ал double дегеніміз осы solidтің екеуі. Бірақ осы қос тұтас сызықпен салынатын біздегі шекараның түрі. Border color ол шекара түсін орнатады. Border width шекараның қалыңдығын орнатады. Яғни шекараның түсін орнататын бізде border color. И осы border colorға біз обычно мысалы red деп берсек болады, или болмаса RGB мәндерін берсек болады. Қаласаңыз hassle берсеңіз немесе RGB берсеңіз де болады. Ал border width бұл шекараның қалыңдығын орнатады. Ол өзі, например, осы шекараның қалыңдығы, например, қазір 1 пиксель болатын болса, осыны қалың ету үшін 2 пиксель, 3 пиксель, 4 пиксель берсек, бізде шекараның қалыңдығы қалыңдайды. И, в принципе, любой бір HTML-дің блочный, яғни блоктық тегтерінің барлығында шекара бар, бірақ ол по умолчанию көрінбей тұрады. И әрқайсысында мысалы, ол блочный тегтерге мысалы div, одан бөлек div, p тағы қайсы бар, h1, любой алатын болсаңыздар, солардың барлығында негізі сыртқы жақтаулары бар. Просто ол жерде по умолчанию көрінбей тұрады. Оларды осы қасиеттер беру арқылы көрсетсеңіз болады екен. Мына жерде енді бүйтіп қарасаңыздар болады. Қазір бірінші бізде p-dotted дегеніміз, ол мына жердегі бұл нүктелік шекара. Нүктелік шекараны көріп тұрғандардай, только нүкте арқылы кеткен. Ал dashedте уже оның сызығы ұзындау, яғни кәдімгі үзік-үзік сызықтармен салынған. Мынау тұрған бізде solid, кәдімгі жақтаулар. Ал қос тұтас сызық дегеніміз осы екі solidтан тұрады деп атқан осы. Яғни бірінші сызық и екіншісі. Бұл бізде double қасиеті болады екен. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған информатикаға сау болыңыздар. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.